Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы атау септік. Бүгінгі өтетін сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарымен бастайық. Маған бақыт сабақ өту сіздермен, көріп тұрмын қуаныш бар жүздерде. Жастық шақта жүріңіздер шат күліп, бүгін бізде серік болсын сәттілік. Тақтада берілген сөйлемдерден кімне сұрақтарына жауап беретін сөздерді, атау септіктерді теріп жазыңыздар. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын тақтадағы бейнероликке назар аударайық. Оқушылар, оқулықтағы 32-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Өлеңді оқып, атау септікте тұрған зат есімдерді табыңдар. Олар сөйлемді қандай мүше болып тұрғандарын айтыңдар. Өлеңді көшіріп жазып алыңдар. Оқушылар, 33-ші жаттығуға назар аударайық. Төмендегі сөздер бастауыш болатындай етіп, әрқайсымен сөйлем құрастырып жазыңдар. Оқушылар, орнымыздан тұрайық, бір сергіп алайық. Бойды сергек тік ұста, емін еркен танысты. Он қолында соз алға, қол ұшына қараған. Үш бұрышсыз ауада, сол қол босқа тұрмасын, шеңбер жасып тынбасын. Оқушылар, 34-ші жаттығуға назар аударайық. Дос, әке сөздері сөйлемді бастауыш болатындай екі сөйлем құрастырып жазыңдар. Оқушылар, алдарына смайлик берілген. Қызыл түс сабақты толық түсіне алмадым, тапсырмаларды толық орындамадым. Сары түс ортасында сабақты жақсы түсіндім, тапсырмаларды орындадым, кейбір тапсырмаларды қиындық кездесті. Жасыл түс сабақты жақсы түсіндім, тапсырмаларды толық орындадым деген оқушы тақтаға барып өз смайликтерді жабыстырасыңдар. Оқушылар, үйге тапсырма 35-ші жаттығу 19-ші бет.